Масқара жаңалық бауырлар. Бүгінгі шығарылымды әр қазақ соңына дейін көруі керек. Мұхамеджан Тазабеков, міне мына кісіше, Мұхамеджан Тазабеков өзінің жатағымның жетегінде болғанын ресми өз аузымен мәлімдеді ғой. Елдің ынтымағын қашыруға бағытталған секта екеніне мен көзім 200% жетті. 2 жыл болды. Абырон ағаларымыздың қолдауыменен барып тұрып көрейік деп мен Саудияда 6 ай 8 ай болдым. Мен барған кезде тіптен мені сөздің ашығын айту керек, өзінің тобына тартып атқандардың тартып атқанда сезіп екен. Мені, оказывается, бір топ мына жаққа тартып жүрген екен, бір топ мына жаққа тартып жүрген екен. Күндіз түні менімен жұмыс жасаған, мен оны сезбеген күйде қайтып келген екенмін ауылға. Ішімдегі ойымды жария қылып айтып отырмын. Әйтпесе мен матрудимін деп өзім жүре берсем де болады. Оны келіп сіздерге айтып отырмын. Мен сияқты жаңағы аты бар, заты бар адамға келіп мойындап отыру, немесе осы нәрсені келіп бүгежектеп отыру да оңай нәрсе емес. Сол қазір. Мынау енді сұмдық емей немене? Егер де сіз менің пікіріммен келіссеңіз, онда комментарийге сұмдық деп міндетті түрде пікір қалдыра кетіңіз. Сонымен қоса осы шығарылымға лайк қойып, мына видеоның топқа шығуына атсалысыңыз. Беті жылтыраған Тазабековтың кеше кім болғанын мына жұрт, мына ел білсін. Себебі біз Тазабековтың біздек қой, мына сізді Құдай біледі, Тазабековтың тым құрғанда бір сөзін WhatsApp топтар арқылы таратқан шығарсыз, я болмаса Instagramға салған шығарсыз, я болмаса Facebookте мысалға бөліскен шығарсыз, я. Сөйтсек біздің Тазабековтың арты таза емес екен. Халық айтса қалып айтпайды деген осы екен. Бауырлар, жалпы Қазақстанда былық көз растайтын нәрсе көп қой. Оны растайым арнасында бірге растайық. Ол үшін төменде мінекей дәл мынандай подписаться деген қызыл жазу тұр. Соның үстінен түртіп осы арнаға жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Құдайдың бір жоқ арнасына жазылып, адам түсінбейтін тілде сөйлейтін бірдеңеге тіркеліп алғанша, қазақша халықтың тілінде сөйлейтін, хан да қара да түсінетін тілде сөйлейтін арнаға жазылсаңыздаршы. Және достар, ең қорқыныштысы, ең сұмдығы Тазабековтың жатағымның жетегінде болғаны емес. Ең қорқыныштысы сол, оның осы уақытқа дейін асыл арна жабылатын болды ғой, естіген шығарсыздар. Асыл арнаны басқарып келгені. Содан кейін әлі күнге шейін ұлттық арнадағы тәлім тренд бағдарламасын жүргізіп тұрғаны. Яғни тәлім трендте біздің жастар мен балаларға, өскелең ұрпаққа тәлімді кім беріп жатыр? Қазір мысалға сотталып келген, түрмеде отырып, адам өлтіріп, түрмеде отырып келген адамды сіз мысалға ұлттық арнаға жүргізуші қылып қоясыз ба? О бейбақтар мүмкін қасақана қылмыс істегені бар шығар, мүмкін байқаусызда жаңағыдай оқыс оқиға тап болғаны бар шығар. Жалпы сотталып келген адамды жұмысқа алмайды ғой. Сол сияқты біз жатағымның жетегінде болғандарды неге экранға шығаруымыз керек? Мүмкін бүгін беті жылтырап осылай сөйлеп тұрған Тазабековтың ішкі жан дүниесі, оның ішкі рухани болмысы әлі күнге шейін мынандай жатағымның жетегінде жүрген шығар. Жұрт артына шырақ алып түскеннен кейін мүмкін бәрін қойдым, бәрі дұрыс, бәрі әдемі деп ағынан жарыла қалған шығар. Айтып айтпай не керек достар? Мына видеоның соңына дейін көріңіздер. Бар ақиқат, бар шындықты Тазабековтың өзінің аузынан естіңіздер, жалпы айтқан кезде. Не деді, не демеді, соның өзінің аузынан естіңіздер де өздеріңіз саналарыңызға салып, таразылап, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуды естеріңізден шығармаңыздар. Бірінші, Мұхамеджанның ақидасы күмәнді. Бұл жаңағы Матрудиға бүйрегі бұрмайды. Бұл Саудиямен қатысы бар. Бұл жаңағы дарыммен жақсы, анамен жақсы деген ақидалық проблема айтылып жатқан елдің көзқарасында. Жалпы Құдайдың алдында арым таза болу үшін, екіншіден сіздерге де бір жерде керек болып жатса құжат болу үшін, мен өзімнің діни ұстаным, таным түсінігіме байланысты мәселені ашық айтып, мәлімдеп кеткім келіп отыр. Сол кездерде біз ақын болдық, жүрегіміз ашық, қай жерге барсақ халық таниды, құшағын алады, ана молда арқадан қағады, мына оқып келген адамның аузына қараймыз. Сөйтіп жүргенде өкінішке орай ол кезде әлі діни басқарманың жемісі бермеген кез, әлі көптеген ғұламаларымыз қалыптасып, аты шыққан уағызшыларымыз шықпаған, кімсің, елдің бәрі дарынды тыңдап, енді имамдардан Абдулла Жолдасұлы етін біздің көрген кісіміз сол кездегі. Сөйтіп тұрған заманда біз әсіресе мына Саудиядан болсын, Мысырдан болсын, оқып келген Пакистаннан болсын, жігіттерге құштарлығымыз артты, тыңдадық, қасында жүрдік. Тіптен өзіміз үлкен ағаларымыздың қолдауыменен барып тұрып көрейік деп мен Саудияда 6 ай 8 ай болдым. 6 ай 8 ай болған кезде Құдай куә, мен ол жерден бір махаббатым ашылып, я болмаса бір бәленше менің шейхім, ұстазым деп келген адам емеспін. Мен барған кезде тіптен мені
сөздің ашығын айту керек, өзінің тобына тартып атқандардың тартып атқанын да сезу екен. Мені, оказывается, бір топ мына жаққа тартып жүрген екен, бір топ мына жаққа тартып жүрген екен, күндіз түні менімен жұмыс жасаған, мен оны сезбеген күйде қайтып келген екен ауылға. Бірақ болса да, ең алғашқы кезде бізді қажылық кезінде қарсы алған Дидар болсын, сол сияқты жігіттер жақын болып қалған, өйткені бағана көзімді ашып көргенім, аузымды ашып өпкенім дегендей ғой енді. Сөйтіп кейін сол версиямен, сол вариантпен ғана жүрдік. Ақиқат осы екен. Осы нәрсе дұрыс екен. Кейін кемелдене кеп, жігіттерді тыңдап, діни басқармаға келген ғұламалардың уағызын тыңдай бастап, басқаны тыңдай бастап, басқа вариант пен версияларды тыңдағаннан кейін барып, күмән келіп алыстай бастадық. Бірақ бағанағы ассалаумағалейкум алейкум сәламдар жүрді. Ассалаумағалейкум алейкум сәламдар. Өйткені ол жерде ыңғай жас балалар жаңағы Матуридиді бір жолата апарып тастап, ананы мына жаққа апарып тастап, қазақ даласының бүкіл құндылықтарының барлығын жаңағы жоққа шығарып жатқан нәрселерді қолдап кетпесек те, солай ма екен деп жүрген кезіміз болды. Сөйтіп сол кезеңдерде енді ақын болғасын, ана жерден интервью алады, бір жерден біреу сұрайды, бір жерге кездесуге барып қаласың, оның шекарасын да білмейміз, оның жауапкершілігін де білмейміз. Бағанағы айтқандай шалқып, шабытпенен, ақындықпен, творчестволық подходпен сөйлеп жүрген кездеріміз болды. Кейіннен енді жасыратын жоқ. Мінекей бауырлар, жалпы ислам мұсылман болма демейді ешкімге. Бірақ жат ағым ол бізді ұлт ретінде жойып жіберуі мүмкін. Жат ағым біздің жанымызды, біздің рухани азығымызды жеп қоюы мүмкін, бауырлар. Ол мысалға біздің қазақтығымыздан қашықтатып жіберуі әбден мүмкін. Қыздарымызды қара матаға орап, ұлдарымызға шоқпардай қауға қара сақал өсіртіп, олардың тіпті сұқсын, сырт бейнесін де жаңа қашыруы мүмкін. Сондықтан да біз бұндай нәрседен қашық аулақ болуымыз керек. Сондықтан да мына видеоны WhatsApp топтары арқылы таратыңыздар. Және де білсін барлық адамдар кімнің кім екенін, ненің не екенін. Ұстаздармен сөйлестік, тыңдадық, бұл Матруди кім, не болды, шынымен адасып кетті ма, жоқ, шынымен тозаққа баратырмыз ба, жоқ әлде бұл былай ма деген дүниелерді, ол жаңағы тарихаттар не. Соңғы мінекей 7-8 жылда осы мәселені зерттеумен айналысып, енді Алла разы болсын, соңғы нүктесін Наурызбай Қазірет қойып отыр. Өткенде осыған байланысты соңғы бір күмәндарым, соңғы бір сейілмей тұрған дүниелерімді бұл кісі ақ қарасын, кәдімгі аманатын мойнын арқалап отырып айтып, түсіндіріп, мен бір бармаған бұрыштар менен бір дүниелер бар екен, күмәнімді кетірді. Бұлайша айтқан кезде Матруди атамызға тек қана дұға қылып қана емес, ол менің ақидам екен, ата-бабаларым ақидасы екен, Абайдың ақидасы екен, біздің кешегі дана терме айтқан, жыр айтқан мен секілді талантты қазақтардың ақидасы екен деген нәрсеге келдік, табан тіредік соған. Қазіргі уақытта ол Құдайдан жасырмағанда адамдан жасырмайсың ғой. Дарынмен де ондай қарым-қатынасымыз жоқ. Көріп қалған жерде ассалаумағалейкум алейкум сәлам болмаса, жабысып уағыз тыңдап, немесе арқасынан қағып отырған жағдайымыз жоқ. Себебі бір нәрсе анық. Қазір Құдайға шүкір діни басқарманы ұстанатын, мені толық қанағаттандыратын уағызшылар мен ғұламалар жетеді. Ол кезде мүмкін жоқ болған шығар, қазіргі уақытта жетеді. Сансызбай ұстаздан тартып, мына мешіттегі имамдарға дейін бәрін тыңдап жүрміз. Сондықтан осы отырған әрқайсыңыздың менің көзқарасымда жан дүниемде төңкеріс болуына үлестеріңіз бар. Қазір мен Матруди ақидасындамын деп айтуға еш жерде қысылмаймын. Ол жерде бір жүрегімде бір жаңағы сол кезде Мұқан айыптағандай бір тақия қылғаннан, я болмаса бір жерде жаңағы осы бір саясатқа өтіп кетейін дегеннен емес, көзіміз жетіп, көңіліміз орныққасын барып айтып жатқан тіршілік. Бұларды мен сәләфимін деп жүрген адамның кез келгенін айтып жатырмыз. Олардың әлгі тәкпірлік көзқарасы, басқа көзқарасына ол Халил, осы Ділмұрат дегендерде осы жерде мендей зардап көрген ешқайсың жоқ. Асыларнаға арнайы пәтуа шығарды. Асыларнада қаншама қызмет істеп жүрген адамдар жұмыстан кетті. Қаржы қаражат тоқтады. Қаншама менің спонсорларыма, бұлар бидғатшы, бұлар муфтиятпен істеп жатыр деп, сол Ділмұраттар қанша адамдардың несін Ибрагимдар солар тоқтатып тастады мысалы. Қаржы қаражат жағынан да, абырой жағынан да, қадырлық жағынан да мен өте зиян көрген адаммын негізінде оларда. Бірақ көпшілігінің мен секта екеніне анық көзім жетті. Оның беттерін айтып жүрмін. Сол Саудияда 5 шейхпен байланыспасаң, жаңағы 72 ағымның ішінде кетесің, анау жоқ, мынау жоқ деп тартысып ең соңында өздерін айтып, толық көзімді жеткіздім. Кәдімгі анық секталық сипат екеніне, мүмкін оның ар жағында саяси күштер тұрғанына, басқасына
көзім жетті. Ол бұрында да шамалайтынмын, мен оларға кіріп кеткенім шамалы, қай заманнан да кіріп кеткенім шамалы. Сондықтан да бірақ көзім жетпей тұратын. Балалық шығар деп ойлайтын, шалалық шығар деп ойлайтын, сөйтсем, шын мағынасында оның артында үлкен күштер тұрған, кәдімгі елді ыдыратуға, осы таухид деген ұлы қасиетті ұғымды бетперде қылып, мысалға осы елдің ынтымағын қашыруға бағытталған секта екеніне мен көзім 200% жетті. 2 жыл болды. Бірақ соңғы осы 2-3 ай бұрынғы бір диалогтар болды бір жерде, бір бизнесмендермен кездескенде. Ол жерде енді қылышымды алып қырылыстым десем болады енді, ол жерде анық, өйткені ана кісілерді құтқару керек болды. Кәдімгідей енді Саудияның қасиетті Мекке мен Мәдинаға арқа сүйеп алып, жаңағы ана дүниелерін айтқан кезде шынында да бұл үлкен бір қорқынышты нәрсеге айналды. Бұл енді менің жалпы мен Абай ақидасында екенім, мен Яссауи мұраларының бүгінгі ізбасар екенімді, Мәшһүр Жүсіптің бүгінгі шешендік даналық жолын ұстануға қадам басқан бір қазақтың таланттылы екенімді, кешегі Майлықожа құлыншақтардың жалғасы екенімді жасыра алмаймын. Өйткені мен ақын қылған Құдай, екінші халықтың батасы. Сол себептен менің ұстаным белгілі. Сондықтан сөздің ашығы тоқетері ақида мәселем осы, сәләфилерге көзқарасым сол. Үшіншіден мен ол адамдарменен жай ғана бір ат-тонымды алып қашып отқам жоқ. Олардың қисындарын жоққа шығарып, керісінше арашалап адамдарды жанталасып жүрген адаммын. Себебі ішінен білем кейбір нелерін, көзқарастары менен қулықтарын дегендей ғой енді. Осы нәрсені бүгін бір ашып айтқым келеді. Бүгінгі келгендегі мақсатым сол ішімдегіні өзім ғана біліп жүрмейін, жалпы менің ғұламалардың алдында позициям айқын болсын деп бір мәлімдеп кетейін деген едім. Соған мүмкіншілік бергендеріңізге Хазірет үлкен рахмет. Екінші, ішімде кішкене бір күмән сейілмей тұрған дүниелерім бар еді. Оған Наурызбай Хазірет кездесті, бүге-шігесіне дейін түсіндіріп, былайша айтқанда Алланың алдындағы аманатты мойнына алып отырып айтқасын, менің күмәндарым кетті. Яғни ол жағынан да ұстаз сізге үлкен рахмет айтқым келеді. Қуаныштымын. Осы ортаға келіп, бүгін 2 ауыз сөзімді айтқаныма қуаныштымын. Құдайға шүкір деп айтайын, бір діни басқармамыз бар, соның қасында болуымыз керек, үй ішінен итігуге болмайды. Бірақ осы елдік болғандықтан ішімдегі ойымды жария қылып айтып отырмын. Әйтпесе мен матрудимін деп өзім жүре берсем де болады. Оны келіп сіздерге айтып отырмын. Мен сияқты жаңағы аты бар, заты бар адамға келіп мойындап отыру немесе осы нәрсені келіп бүгежектеп отыру да оңай нәрсе емес. Сол Хазірет.